Сәлем замалас, бүгін сіздерге дүнияда финанс системасының ең танымалы және негізі болып тұрған валюталардың бірі доллардың қалай пайда болғандығы хақында айтып беретін боламын. ақш доллары ұзақ һәм жұмбақлы тарихы бар дүниядағы жетекші валюталардың бірі болып табылады. ақш долларлары жергілікті валюталар менен бірге низамды түрде қолданылатын валюталардың қатарына кіреді. Әзіргі заманда шығарылатын долларлардың 2-3 бөлігі дүния жүзіне тарқалып кеткендігі себеплі халықаралық сауданың 80% долларлар менен жүзеге асырылады екен. Доллар сөзі орта ғасырлық Европада пайда болған. Доллар халықаралық валютаға айланғандықтан әр мемлекет, яғни еуропалық мемлекеттер оларға өздерінің тілінде, яғни қолайлы атлар менен атай бастаған. Испанияда таллеро, Голландияда даллер, Англияда даллар, кейінірек болса даллар сөзі долларға айланған. 18 ғасырдың аяғында Америка құрама штатлары белсенділігі рауажанып кетірген кезінде өзінің ақша түрі де пайда бола бастады. Баслануына ол күміс ақша болды. Оның салмағы 27 грамм болған. 1794 жылдан бастап ақш-та металл долларлары өндірісі басланды. 1797 жылдан бастап мемлекет банкнотлары, яғни қағазлы ақша шығара бастады. Доллар белгісі қалай пайда болғандығы хақында дүниялық тарихта бірнеше теориялар бар. Доллар белгісін бірінші рет 1778 жылы Ирландия саудагері Оливер Поллок қолданған екен. Оливер Поллок ұрыс кезінде америкалық әскер және патриоттарды жеткізген. Есептаулар жүргізген кезінде кәсіпкер бухгалтерлік кітаптарында кірісудің алдында П һәм және С харфлері ұшырасатындығын айтқан. Осы жолменен жасалған шот фактуралар Оливер Поллок сол уақыттағы америкалық саясаткер Роберт Морриске ауысады. Кейіннен Моррис мемлекеттік құжаттары доллар белгісін қолданған ең бірінші шенеунік болды. Р және С харфлері испан песосының көбілігі үшін стенография болды. Бұл монеталар қазіргі Мексиканың аймағында шығарылды және бірінші рет пайда болып отырған Америка құрама штатының ішкі саудасына да белсенді қолданылды. Нәтижесінде бұл белгілер елде ресми түрде қабылданған валюта долларды білдіре бастады. Сонымен қатар Геракл бағдарының Гибралтар құрметіне арналған белгілі екінші тік таяқша пайда болды. Бұл ескі және жаңа дүниядағы байланыстыратын теңіз жолындағы орнатылған белгіліктер. Қазіргі заман валютасы. Доллар билетінің заманауи дизайны 1928 жылы алынған. Қызығы, оның Россиядан көшіп келген суретші Сергей Макароновский таярлаған. Ол Америка құрама штатларының бұрынғы мемлекет қайраткерлерінің портретлерін банкноталарға суретлеуге шешім қабылдайды. Банкноталардағы жасыл рең де бірден пайда болмаған. Тек 1929 жылы бұған дейін ақ, көк және басқа да сия реңдерді басылып шығаруда қолданылған. Бірақ кейін жасыл бояу арзан әрі сыртқы әсерлерге шыдамлы болып шықты. Сондай-ақ билік бұл түс оптимизм менен ақшаға деген сенімділік сезімін оятады деген шешім сондықтан ресми түрде жасыл реңдегі банкноталар ісіліп шығарыла бастаған. Доллар басатын қағаздың құрамына 25% зығыр, 75% тақта және аз мөлшерде синтетик талшықтар қосылады. Доллардың салмағы шамамен 1 грамм болады. Доллар банкноталарында англичан тілінде жазылған жазу бар. Бұл сөздің аудармасы біз Құдайға сенеміз деген жазу екен. 1864 жылы пайда болған бұл сөз жазу низам жүзінде банкноталарда да міндетті түрде басылуы хақында бұйрық шыққан екен. 1956 жылы 30 июнда президент Дуэйт Эйзенхауэр бекіткен әдістелердің арза һәм наразылығына қарамастан бұл жазу елге дейін басылып келінбекте. Замаласлар, осымен видеомыз өз жұмағына жетті. Сіздерге пайдалы ақпарат жеткізе алдым деген үміттемін. Сіздер менен бірге болған канал жүргізушісі Злиха Сабырбаева болды. Берген мағлұматларым пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіп, мені қолдап қуатлап кетесіз деген үміттемін. Қарақалпақ тіліндегі бәрше мағлұматлар осы каналда таба аласыздар.
Замаластар усу менен видеомуз өз жумагына жетти. Келесі видеоларда көрүшкенче достар.